республика көлемінде Жас ұлан деген ұйым бар. Бұл ұйым елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастамасымен құрылған. Республикалық балалар және жасөспірімдер арасындағы ұйым. Қойшы, Жас ұлан деген ұйым ба не? Я, ұйым. Ендеше Ақнұр оны жігіт екен деп кешеден бері Инстаграмнан іздеп. Қыздар, ұлдар, қызықты әңгіме айтайын. Менде бір қызықты әңгіме бар. Қандай? Біздің командаға Мансұр 5 жасында 4-те болған. Жаған іздеп берші. Мә, жаған кім екен ғой? Қойш, кеше ғана жудым ғой. Күнде рубашкада жуғанша арасында желкенде жуып қоймайсың ба? Не болды саған? Желкенде жуып тастайды деді ғой. Ал ендеше оригинал әзірден қарсы! Сонымен, қыздар, жігіттер, біздің командамыз үшін кім бәріне де дайын? Мен дайынмын, любой аздан ойнатып берем. Жарайды. Ендеше, құрметті көрермендер, елестетеміз бассейнде жүзіп жүрген бұқа. Ей, бергел! Бұрынғы заманнан бері ата-әжелеріміз ұйықтар алдында немерелеріне қызықты ертегілер айтатын. Енді қазіргі замандағы атасы немересіне ертегі айтып отыр. Ол қыз бар емес па? Сабақты өте жақсы оқиды. Жігіттермен мүлдем жүрмеген. Бос уақытында үйіршік үйіріп, сиыр сауып, құрт, ірімшік жасайды. Инстаграм, тикток әлеуметтік желілерінде мүлдем отырмайды. Ата, қазір сондай қыздар бар ма? Тап отыра берсей балам, ертегі емес па? Барлығымызға белгілі, 7-8 сыныпта қыздардың бойы ұлдардан тез өсіп кетеді. Сонымен тамашалаймыз, сондай кезде өзінің сыныптас қызына ғашық болып қалған бала. Ғашық болу әрине күшті, бірақ денсаулықты ойлап тұру керек. Мектеп кезінде талай қызықты оқиғалар болады. Ал тамашалаймыз мектепте. Hani балалар жазамыз. Ислам, сен соншама не айтасың қызықты? Бізге де айтсаңшы. Апа, айтпай ақ қояйыншы. Айт, біз де білейік. Мен сізді кеше еңбек ағына қостасып бара жатқаныңызды көрдім. Отыр Ислам, без жақсы дайындалып келіпсің. Ой, апай, онда мен де айтайыншы. Айта қойсам, Мен кеше сізді дышарамен бір кәдімгі кіріп бара жатқаныңызды көрдім. отыр сағат, 2 сағат, ол мен күйеуім. Естеріңізде болса, мектеп кезінде мұғаліммен ұшты-ұшты ойынын ойнайтын едік. Енді тамашалаймыз мектепте. Ұшты-ұшты қарға ұшты. Ұшты-ұшты парта ұшты. Ұшты-ұшты көгершін ұшты. Ұшты-ұшты тарелка ұшты. Ей! Біз неде тарелкалар күнде шат? Барлығымызға белгілі, 7-8 сыныпта қыздардың бойы ұлдардан тез өсіп кетеді. Сонымен тамашалаймыз, жаңағы Санжар бойына бақ бүкіл күш-жігерін жинап, Томириске сезімін білдіруде. Томирис, мен сен жақсы көрілген қызым боласың ба? Әрі ойнаш дедім ғой, Санжар. Томирис, мен сен жақсы көрем ғой. Әрі ойнаш. Онда мен қазір достарым шақырамын. Мансұр, Ислам! Не болды? Ой, проблеманы шешіп береміз. Ой, қойыңдаршы, мен де қазір өз подругаларымды шақырам. Динара, Карима. В общем, наши девушки просто огонь, шикают красотой и дарят только
жұмыс атқарып жатқан тамаша ұйым. Біздің мектебімізде Жас ұлан ұйымының өз президенті, парламенті бар. Мектепке өзіміздің үлесімізді қосып, мектептегі қоғамдық жұмыстармен іс атқарамыз. Сонымен осы ойынымыздың соңында сіздерге арнап ән айтқымыз келіп тұр. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Құрметті әділ қазылар, негізінде КВН-да бірінші болып нашар командалар шығады. Біз нашар болмасақ та бірінші шықтық. Сонымен енді ойын ретімен осылай бірінші шыққандықтан орнында солай беріңіздер. Бәрекелді, қарап отырмын. Көресіздер, полибот Америка сындырған. Бәрекелді. Оригинал командасының оригинал әзілдеріне қанық болдық.